Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңдеулер, қарапайым тригонометриялық теңдеулер тарауы бойынша. Сабақтың мақсаты қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше алу, тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу арқылы шешу. Қарапайым тригонометриялық теңдеулер синус x тең а берілсе, теңдеу берілсе, онда шешу x тең минус 1 к дәрежелі арк синус а плюс πk, к бұнда z барлық бүтін сандар жиынында жатады. Косинус x тең а, x тең плюс минус арк косинус а альфа плюс 2πn, бұндағы n z-де тиісті. Тангенс альфа тең а, x тең арк тангенс а плюс πn, бұндағы n жатады z-да. Котангенс альфа x тең альфа, x тең арк тангенс а плюс πn, n z жиынында жатады. Тригонометриялық теңдеулердің 4 түрі бар деп жаңа айтып кеттік. Сонда синус x тең 1 болған жағдайда x тең π бөлінген 2 қосу 2πn n тиісті z-қа. Z-ті жаңа балалар біз айтып кеттік. Бүтін сандар жиыны. Синус x тең минус 1 болған жағдайда x тең минус π бөлінген 2 қосу 2πn n ол z жиыны. Синус x тең 0 болған жағдайда x тең πn n тиісті z-қа. Келесі біздің теңдеуіміз косинус x тең 1. Косинус x тең 1 болған жағдайда x тең 2πn n тиісті z. Косинус x минус 1 болған жағдайда x тең n плюс 2πn n тиісті z-ке. Косинус x тең 0 болған жағдайда x тең π бөлінген 2 плюс πn, бұндағы n-іміз тиісті бүтін сандар жиынына. Келесі теңдеуіміз тангенс x тең 1 болған жағдайдағы x тең π бөлінген 4 қосу πn n z-ге тиісті. Тангенс x тең минус 1 болған жағдайда x тең минус π бөлінген 4 қосу πn n тиісті z. Тангенс x 0 болған жағдайдағы x тең πn n тиісті z. Келесі теңдеуіміз тригонометриялық теңдеу котангенс x тең 1. Бұл жағдайда x тең π бөлінген 4 қосу πn n тиісті z. Котангенс x тең минус 1 болған жағдайда x тең 3π бөлінген 4 қосу πn n тиісті z. Котангенс x 0 болған жағдайда x тең π бөлінген 2 плюс πn n бүкіл бүтін сандар жиыны болады. Бұл шешімдердің дербес түрлері. Енді тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу арқылы шешу. Тригонометриялық теңдеулерді шешу жолдары. Мысалы, 2 синус квадрат 3x тең синус 3x теңдеуін шешейік. Синус 3x жақшасында 2 синус 3x минус 1 тең 0. Яғни біз мұна мысалымызды осындай күйге келтірдік. 3 синус x тең 0-ға, синус 3x тең 2-ден 1. 3x тең πn n, мына жерде бүкіл сандар жиыны z. 3x тең жақша ішінде минус 1 к дәрежесі арк синус 6π бөлінген 6 плюс πk, k-мыз бұл жерде тиісті z-қа. Бұдан x тең πn бөлінген 3, n дегеніміз z-қа тиісті. Осыдан x тең минус 1 к дәрежесі p 18 плюс πk бөлінген 3, k тиісті z. Жауабын қарастыратын болса, мұна жүйеде pn бөлінген 3, n тиісті, мұна n-іміз z-қа тиісті. Минус 1 к дәрежесі p 18 қосу πk 3, k-мыз мұна жерде k-мыз тиісті z-қа. Екінші алмастыру тәсілі квадраттық теңдеуде келтірілген тригонометриялық теңдеулер. Мысал келтіріп
Келтірейік. 6 синус квадрат x плюс 5 косинус x минус 7 тең 0 теңдеуін қарастырайық. Сіздер білесіздер, синус квадрат x плюс косинус квадрат x тең 1-ге. Осыдан синус квадрат x мына жерде бізде мысалда келтіріліп тұр ғой. Сондықтан синус квадрат x тең 1 минус косинус квадрат x деп алып, мына формула бойынша біз мына синус квадрат x-ті қоямыз мына 6-ға көбейтіп. Яғни 6 көбейтілген 1 минус косинус квадрат x қосу 5 косинус x тең минус 7 тең 0-ға. Осыдан 6-ны 1-ге көбейткенде білесіздер. 6 минус 6 косинус квадрат x плюс 5 косинус x минус 7 тең 0-ға. Осыдан 6 косинус x квадрат қосу 5 косинус квадрат x минус 1 болады. Мына жерде көріп тұрсыздар. 7-ден біз 6-ны алдық. Енді мына жерде косинус x-ті т арқылы белгілейтін болсақ, біз алмастыру деп тұр ғой. Сондықтан да т бізде кіші немесе тең 1-ге. Яғни 6 косинус квадрат x минус 5 косинус x плюс 1 тең 0-ға. Мынау берілген біздің жаңағы мысалымыз. Енді осында косинусты т арқылы белгілейтін болса, 6t квадрат минус 5t плюс 1 тең 0-ға. Осы жерден балалар сіздер түбірлерді тау арқылы t1 тең 2-ден 1, t2, 3-ден 1 болады. Енді алмастыруды ескереміз. Косинус x-тен 2-ден 1 кезінде, косинус x-тен 3-ден 1 бұл жүйеміз жаңа алдында айтып кеткен дербес шешімге байланысты x-тен плюс минус арт косинус 2-ден 1 қосу 2πn, бұндағы n барлық z-тер жиыны. Косинус x плюс x-тен плюс минус арт косинус 3-ден 1 плюс 2πk k z-тер жиыны. Осыдан шығатын x-тен плюс минус π бөлінген 3 плюс 2πn, n дегеніміз z-тер жиынында жатыр. x-тен a плюс минус арт косинус 3-ден 1 плюс 2πk, k-да бұл жерде z-тер жиынына жатады. Осыдан біз жауабын көріп тұрмыз. Плюс минус 3π қосу 2πn, n дегеніміз z жиынында, плюс минус арт косинус 3-ден 1 плюс 2πk, k z жиынында жатады. Үшінші тәсілі біртектілік теңдеулер. Біртекті тригонометриялық теңдеулерді шешу үшін a косинус x плюс b синус x тең 0. a синус квадрат x плюс b косинус квадрат x плюс d синус x косинус x тең 0. a синус куб x плюс b синус косинус квадрат x қосу d синус квадрат x косинус x тең 0 түрінде алатын болсақ теңдеулерді, онда a косинус x плюс b синус x тең 0 теңдеуінің сол жақ бөлігіндегі әрбір қосылғыш синус x пен косинус x-ке қатысты бірінші дәрежелі оң жақ бөлігі 0-ға тең болады. Міне балалар көріп тұрсыңдар. Мұндай теңдеулерді синус x пен косинус x-ке қатысты бірінші дәрежелі біртекті теңдеулер деп аталады. Ал синус квадрат x плюс b синус x косинус квадрат x қосу d син x косинус x тең 0 теңдеуінің сол жақ бөлігіндегі әрбір қосылғыш синус x пен косинуске қатысты екінші дәрежелі оң жақ бөлігі 0-ге тең болады. Мұндай теңдеулерді синус x косинус x-ке қатысты екінші дәрежелі біртекті теңдеулер деп атаймыз балалар. Ал синус куб x қосу b синус x косинус квадрат x плюс d синус квадрат x косинус x тең 0 теңдеуінің сол жақ бөлігіндегі әрбір қосылғыш, яғни міне синус x және косинус x-ке қатысты үшінші дәрежелі, көріп тұрсыздар ма мына жерде көп түрге, оң жақ бөлігі 0-ге тең болғанда, мұндай теңдеулерді синус x пен косинуске қатысты үшінші дәрежелі
біртекті теңдеулер деп атайды. Сонымен балалар, біртекті теңдеулердің 3 түрі болады екен. Бірінші дәрежелі, яғни жоғарыда айтылып кетті. А косинус x плюс b синус x тең 0. Екінші дәрежелі, яғни а синус квадрат x плюс b синус x косинус квадрат x плюс d синус x косинус x тең 0. Және де үшінші дәрежелі, а синус куб x плюс b синус x косинус квадрат x қосу d синус квадрат x косинус x тең 0. Үшінші дәрежелі біртекті теңдеулер деп аталады. Сол жақ бөлімдегі синус x пен косинус x-ке қатысты барлық мүшелерінің дәреже көрсеткіштерінің қосындысы бірдей оң жақ бөлігі 0-ге тең болатын теңдеу синус x пен косинус x-ке қатысты біртекті тригонометриялық теңдеу деп аталады. Құрметті оқушылар, бүгін сіздер осы тригонометрия бөлімі бойынша теңдеулердің әдістерімен таныс болдыңыздар. Сау, саламат болыңыздар.